Сахнада атқарылған әрбір шығарма негізінде инсанияттың арзу ниетлері бүгіні һәм келешекке сенімі орын алады дейді. Әсіресе мұхаббат сезімі жәмленген әрқандай дөретпе тамашагөйді бейпаруа қалдырмайды. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрында көпшіліктің назеріне ұсынылған мұхаббат қосығы драмасы да айрықша ітібарға һәм қоллап қуатлауға ие болды. Неге үндемесе? Ятақан жыттың ба? Ұял тұрғаным бұл. Кімнен? Менен бе? Я, бағана шыба келді. Менен ұял батырған шығар десем. Асетағаның бісмилласы ғой, жігіт тауып беремен, байға беріп жіберемен деп қоймайды. Бірақ сен қаттырақ қайтар тастадың. Сәлеміне қарай әлігі. Бірақ ол мұндай кәптер келестірмейді. Өзі орыс табиатлада. Асет орыс деген лақабы бар. Қатты сауатлы доктор. Бірақ маңлайға сыймайтын түрі бар. Мұхаббат қосығы дүнияның көзалығын сезінуге жәрдем беретін бірден бір сезім бұл мұхаббат. Белгілі сатирик, прозаик һәм шайыр, драматург һәм киносценарист, Бердақ атындағы сыйлықтың лауреаты, Достық ордені иесі Мұратбай Нызановтың шығарма стикарында сленген Ислам Ишниязовтың «Мұхаббат қосығы» атамасындағы спектаклінің премьерасына кең жәметшілік жан болды. Таңланған теманың үйлесімділігіне сай безетілген сахна, ажайып актерлардың образларды атқарулары көпшіліктің алғысына миясар болды. Бұл спектакль мен үшін жүдә бір қиын спектакль болды деп айта аламын. Себебі бұл спектакль сезімге құралған спектакль. Һәм осы спектакльде мен қатты қиналдым. Жасырмаймын, себебі сезімді жеткізіп беру қатты қиын. Ол қандай актер болса да. Һәм бұл спектакльде менің рөлім Жиенғали деген бас қаһарманның досты болады. Сол емханада бірге емленеді. Бір қызды жақсы көреді ол, бірақ мен сол қыздың ауылдасы болғаннан кейін ол қызбен сөйлеспе деп мен айтамын. Себебі ауылымның қызы, ол менің де қарындасым. Бір жағынан бұл жігіт жорам. Сол үшін екі оттың ортасында қалған спектакль болды мен үшін. Тапсырмаларым қатты қиын болды, көп бақырыс естім. Сол үшін менің өмірімде бұл спектакль өзгеше орын иелеп қалды. Һәм бұл спектакльдің басқа спектакльлерден айырмашылығы да сол сезімге құралған. Жақсы кітапларды оқу дүнияның ең дана адамлар менен сәубетте болған менен тең дейді. Осы орында мағлұмат сипатында айтып өту орлы халық сүйген жазушы Мұратбай Нызановтың 30-дан аслам кітаплары жарық көрген. Шығармалары рус, өзбек, қазақ, татар, ноғай һәм тағы да басқа тілдерге аудармаланған. Ол Қарақалпақ кино өнерінің іргесін қалаушы. Бүгінде сахна жүзін көрген спектакль тамашагөйлер үшін есте қаларлық уақиғаларға толы тәрбие мектебі болды.